Ата-бабаларымыздан келе жатқан қазақтың ұлттық ойыны қарақұлақ ойыны. Қарақұлақ ойынның мақсаты балаларды ептілік пен тапқырлыққа баулу, шапшаңдық пен жылдамдық қасиеттерін дамыту, тез жүгіруге үйрету және ұйымшылдыққа, татулыққа тәрбиелеу. Ойын кең алаңда, көгалды жерде ойналады. Ойынның шарты: балалар дөңгелене шеңбер құрып, өзара ішінен бір қарақұлақ деп бір баланы сайлап алады. Ол бала тізерлеп отырып ұйқыға кетеді. Сол кезде қалған балалар тұрып: "Бұл кім? Бұл қарақұлақ емес пе? Бұл кім? Қайдан келген?" деп бір-бірінен сұрай бастайды. Сол уақытта ішінде бір бала: "Бұл біздің қарақұлақ емес пе? Қарақұлақ қой" деп таңғала ары қарай қарақұлақты бір қадам, екі қадам жақындай беріп оятады. Ол кезде қарақұлақ ояна кетіп, балаларды қуала жөнеледі. Қуалап жүріп бір баланы ұстап алып: "Сен қарақұлақ боласың" деп өзінің құлағындағысын шешіп, "Құлақ қарақұлақсың" деп қайта ойынды бастап ары қарай жалғастырып ойнайды.